Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, тез дайындалатын мини пиццалар дайындаймыз. Ең алдымен ұнымызға қамыр қопсытқышты салып араластырамыз. Үстінен тұзды салып тағы араластырып жібереміз. Бөлме температурасындағы айранымызға ас содасын салып араластырып дайындап қоямыз. Айранымызды үлкен ыдысқа құйып, үстінен ұнымызды салып қамыр илейміз. Бастапқы кезде осылай венчикпен араластырамыз, одан кейін қолмен илейтін боламыз. Бұл қамырдың артықшылығы құрамында дрожжи жоқ, яғни ашытқысыз қамыр илеп жатырмын. Илеп болғаннан кейін 15-20 минутқа тынықтырып қоямыз. Және бірден қамырымызды жайып, пиццамызды жасай берсек болады. Соус ретінде майонез бен кетчупты араластырып дайындап алдым. Қамырым тынығып дайын болды. Теңдей 12 бөлікке бөліп алдым. Бізге жаюға ыңғайлы болатындай осындай домалақ қылып формасын келтіріп аламыз. Енді кішкене ұн сеуіп, дөңгелете отырып жаямыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай барлық қамырымызды осындай кішкене лепешка сияқты жайып алдын ала дайындап аламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, үстінен қамырымды қойып шықтым. Енді үстінен соусымызды жағып шығамыз. Бір қасықтан жақсаңыз жеткілікті болады. Соусымыздың үстінен сақтап туралған қызанақтарымызды салып жібереміз. Пешімізді қыздырып қоямыз. 180-200 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Пісіп болғаннан кейін үккішіден өткізілген ірімшігімізді осылай бір келке қылып сеуіп шығамыз. Және де мини пиццаларымызды пеште ұзақ ұстамаңыздар, қызарған бетте алыңыздар, қатайып кетуі мүмкін. Негізінде ірімшікті алдын ала да салуға болады, ол кезде күйіп кету қаупі бар. Сол себепті бірінші пиццаны пісіріп алып, одан кейін ірімшікті саламын. Одан кейін өшіп тұрған пешіміздің ыстығына 1-2 минутқа ірімшігі ерігенше бір салып аламын. Мінекей біздің мини пиццаларымыз дайын болды. Отбасыңызға дайындап берсеңіз, бірден желініп кететініне сенімдімін. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, видеоны аса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіз.